Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен үй жағдайында чипсы дайындайтын боламыз. Ең алдымен картопты осылай дөңгелек етіп жұқалау қылып турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін салқын суда крахмалы кеткенге дейін 2-3 рет жуып алатын боламыз. Картоптарымызды жуып болғаннан кейін осылай қағаз сүлгіге қойып суынан құрғататын боламыз. Картопымызды суынан әбден құрғатуымыз керек. Су болып қалатын болса, біздің чипсымыз дұрыс шықпай қалады. Осылай үстінен қағаз сүлгімен суын құрғатып аламыз. Қызып тұрған майымызға картопты салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Чипсымыз дайын болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерін қосасыздар. Чипсымыз осылай сарғайған кезде алатын боламыз. Сіздермен болған Жансая. Менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.